Тыңдамаған, мені көрмеген адамдар бар ма араларыңызда? Тыңдамаған. Барсыздар ма? Біз енді үнемі сөйлеп жүреміз, ылғи осы жерде жүреміз. Негізі адам, мен ылғи айтамын да, сетевой компания өте көп, өнім де өте көп. Адамдар неге келеді осы жерге? Жәнегі адамдардың результатына келеді. Өнімнен результат алған адам бар, табыстан результат алған адам бар. Даже өзінде результат жоқ болса да бізде не істейді? Бір адамның результатын сатады. Солай ғой. Мені сатады да, опыты жоқ, авторитеті жоқ, Астанада окружение жоқ, Өскеменнен көшіп келіп, осылай вип-президент болып кетіпті деп сатады енді. Қарапайым тілмен айтқанда. Енді ол негізінде рас, жәнегі адамның істеген жәнегі жұмыстары, өткен жолдары адамдарға әсер етеді. Сондықтан жәнегі сетевойда құр сөзбен ана осынша тауып жатыр, мынау мынанша тауып жатыр деген өте қоймайды. Сондықтан да мен не істедім? Ең бірінші келгеннен кейін, сетевой компанияға келгеннен кейін, көп енді негізі былай 100 адам шақырмай, сетевикпін не болмаса сетевойда табысқа жеттім деп айтуға болмайды. Міндетті түрде 100 адам шақырғаннан кейін барып сіздер айтасыздар. Мен де өспей жатырмын. Ал 100 адам шақырмай, ол мүмкін нәрсе емес. Бірақ мен 100 адам шақырған жоқпын. Мен бар жоғы 10 адам шақырдым. Сол 10 адамның біреуі ғана қазір осы компанияда жұмыс істейді. Мен не істедім? Жәнегі бір адам әкеледі. Бір адам, екі адам әкеледі. Екі адам жәнегі 6 адам әкеледі деген сияқты. Әрбір адаммен дұрыс қарым-қатынас орнатып, әрбір адаммен жұмыс жасайды. Сол ғана адамнан адам тудыру керек. Келген адамдарға жауапкершілікті алу керек. Дұрыс қарым-қатынасты орната білу керек. И ол адамға не керек екенін білу керек. Сол адаммен сол бойынша жұмыс істеу керек. Кейбір адамдарға уақытша көңіл бөлу керек болады. Кейбір адамдарға жәнегі ол адам жәнегі өзі өсіп, осы жерде ақша бар екенін біліп, жәнегі табысқа ұмтылғанша кейбір адамдарға уақытша көңіл бөлу керек болады. Жақсы қарым-қатынас орнату керек болады. Ол адаммен дос болу керек болады. Кейбір адамды тыңдау керек болады. Кейбір адамды мақтау керек болады. Кейбір адамға ұрсу керек болады. Кейбір адамға шайнап беру керек болады. Өз алып кететін. Сондықтан да бұл жерде біздің ресурсымыз адам болғандықтан әрбір адамның қажеттілігін біле отырып, және потребностін біле отырып, әрбір адаммен дұрыс жұмыс істей білсек, жақсы қарым-қатынас құра білсек, адамнан адам тудырып біз команда құра аламыз. Өйткені біздің маркетинг солай жасалынған. Любой глубинадан саған табыраулық беріп тұр. Классикада болса болушы еді, ана 7-ші линияны не қылам, ана 8-ші линияны не қылам. Өйткені мен постоянно лишний әкеліп, жәнегі лишний вырашивать етіп отыруым керек. Мен лидер өсіруім керек деп, және өзіңнің жеке шақырған адамға жабысып отырасың ғой. Өйткені басқа компанияларда жәнегі маркетингте вырашивание бар, жәнегі лидер өсіру бар. Сондықтан не істейміз? Біз қаза береміз. Жәнегі кенді қаза береміз. Асқа қарай түсе береміз. Кім қолын көтереді, кім істеймін дейді, сол адамға көмектесе береміз. Әрине көмектесу деген бір бөлек, қарым-қатынас деген бір бөлек, жауапкершілік деген бір бөлек. Сондықтан әр адамның жәнегі қажеттілігін біліп, әр адамға бағыт бағдар көрсетсеңіздер, сол кезде толағай теңіздей команда келеді. Және қараңыздар, 13 адамнан бір адам қалды деп отырым, сол адамдарда қазір 51 мың адам бар. 51 мың адам. Әр қайсының окружениесін қастық. Әр қайсының окружениесі. Біреу бұл жерге саналы түрде келеді, біреу түсінбей келеді, біреу эмоциямен келеді, әр түрлі мақсатпен келеді. Біреу денсаулық үшін келеді, біреу ақша табу үшін келеді, біреу араласатын орта іздеп келеді, біреу үйінде бар әдемі киімді көрсету үшін келеді деген сияқты. Сондықтан ол адамның жәнегі ол адамға не керек екенін білуіміз керек. Өйткені қазір мынандай өмірден адамдар қашып кеткен, жәнегі бастықтың приказынан қашып кеткен адамдар, графикпен қашып кеткен. Бірақ та бізде ылғи айтамыз ғой, бізде бастық жоқ, бізде понедельник жоқ, бізде будильник жоқ деп. Дегенмен де сөйтіп адамдар спокойно жатады. Активация 1 жыл, ұрсатын бастық жоқ, шырылдайтын қоңырау жоқ, понедельник жоқ, жата тұрайын, ертең барайын, бүрсігін барайын деген сияқты да. Бұл жерде жатудың қажеті жоқ. Ылғи мен айтып жүретін сөзім, Алла Тағала
құдайларға да, құдайларға деппін ғой, байларға да, кедейлерге де 24 сағат берген. 24 сағаттарыңыздың қанша уақытын осы бизнеске бөлесіздер, қанша көңілдеріңізді осы жерге бөлесіздер, соншалықты ақша табатын боласыздар. Сондықтан да байлардың 10 бизнесі бар. Десіздер, бізде бір бизнесіміз бар, бір жұмысымыз бар, сол екеуін алып жүре алмаймыз, өйткені кедейлерде уақыт жоқ, бізде уақыт жоқ. 200 мың табады, уақыт жоқ, бірақ мына бизнесті келіп істегенге уақыт жоқ. Сондықтан да осында отырған ханымдар мен мырзалар, осы бизнеске және 24 сағаттың қанша уақытын бөлесіздер, бұл бизнесті қаншалықты жақсы көресіздер, қаншалықты осы бизнеспен ауырасыздар, соншалықты өсетін боласыздар. Кемшіліксіз дүние жоқ, кемшіліксіз дүние жоқ. Бәріміз күйге шықтық, бәріміз келіншек алдық, үйленгеннен кейін бір нәрсе ұнамай қалады ғой. Бірақ біз сол қалпында қабылдап, сол қалпында жақсы көріп істей береміз. Сондықтан спонсорым ұнамайды, партнерім ұнамайды, офис ұнамайды, өнім ұнамайды, анау ұнамайды, мынау ұнамайды деген, ол просто сылтау. Қалай бар солай қабылдаңыздар, жақсы көріңіздер, махаббатпен істеңіздер, уақытты көбірек бөліңіздер. Сонда міндетті түрде жетесіздер. Довлатовтан кім өтті? Барлықтарыңыз өттіңіздер, енді 100 адамға және Довлатовтың айтқан 5 касаниясын жасаңыздар. Бірінші күннен бастап аз ақша тапсаңыздар да, көп ақша тапсаңыздар да өзгеруге тырысыңыздар. Жәнеге 5 касания деген, 5 касанияның арасында наблюдает. Сіз бірінші звондағанда қалай звондадыңыз, екінші звондағанда қалай звондадыңыз, сол аралықта сіз статуста не істеп жүрсіз? Олар сіздерді аңдып отыр бәрі. Сондықтан да бір сөздеріңізді, бір сөздеріңізді өзгертуге тырысыңыздар. Ойлап қарасаңыздар, жұмыс жоқ сияқты, офисқа 2 сағат келіп шай ішіп кетеміз. Басқа жұмыс жоқ сияқты, анау келмей қойды, болды, келмесе келмеді. Сонда ойлаңыздар, мен қай жерім өзгерді? Нем өзгерді? Қандай сөздік қорым ұлғайды? Мен ол кісіге не беріп алып жатырмын деген сияқты. Сондықтан біз ылғи да ізденіс үстінде болыңыздар, ізденіңіздер, өзгеріңіздер, және наблюдать етіп отырған адамдардың сіздерге қызығып өздері келетіндей жағдай жасаңыздар. Келген адамның бәріне үміт сыйлаңыздар. Дұрыс ақпарат беріңіздер. Дұрыс ақпарат беруді мен былай айтамын, біз әрине өнімді айтамыз, компанияны айтамыз, маркетингті айтамыз, табысты айтамыз, біз жәнегі адамдарға ақпарат берген кезде, информация берген кезде ең соңғы қорытындыны не деп айтамыз? 432 мыңға кірсең болды, жазылып кетесің деп айтамыз. 432 мыңға кірсең болды, байып кетесің деп уәде береміз. Бірақ осы компанияда 10 миллион, 15 миллион, 20 миллион тауып жатқан адам бар. Сен де табасың, бірақ табу үшін мен саған көмектесем. Ал сен табасың, менің айтқанымды бірде-бір істесең. Ол адамға да және өзіне істейтін жауапкершілігін ескертіп кету керек. Адам жазып берем, астыңа ана жерден адам келіп түседі, мына жерден адам келіп түседі, өзімен өзі болып кетеді. Өзі кіресіз қазір 432 мыңға деп. Жәнеге алдын ала біз адамдардың немқұрайлы жүруіне ой салып қоямыз. Программа салып істейміз. Программа. Қашан бұл кісі маған адам жазып беріп, еліктіріп жүгіріп менің астыма істеп кетсе деген сияқты. Сондықтан да жәнеге ақпарат бергендегі сөздік қорларыңызды ұлғайтыңыздар. Өздеріңіз әдемі сөйлеп үйреніңіздер, әдемі қарапайым арзан киімнен әдемі киініп үйреніңіздер. Өздеріңіздің жақсы өмірлеріңізді көрсетіңіздер, адамдарды тартып қызықтыра біліңіздер. Сіздерге сәттілік тілеймін. Рахмет. Гүлзира ханым өте мағыналы түрде, қарапайым түрде керемет жеткізді. Шынымен де ең бірінші біздің көп қателігіміз келген адамдарды өзгертуге тырысамыз. Сен байисың, сен бірінші өзіңді өзгер, одан кейін сен айналаң өзгереді. Сондықтан бар емес па, шынымен де бірінші қазір бағанадан бері не айтып жатырмын? Шешім қабылдаңыздар. Все, мен осы бизнесті жасаймын, осы жерден өсемін, нақты бұл менің бизнесім, бұл менің компаниям деп шешім шығарыңыздар. Одан кейін жауапкершілік алыңыздаршы. У вас будет получаться, мен айтайын, 100% екен. Осы екі нәрсені қабылдайтын болсаңыздар. Одан кейін біздің Гүлзира ханым осыдан бір жыл бұрын айтатын сөзін алып қалған түн. Бізде деді қазір вообще Қазақстанда осыны әлемдік деңгейде бүйтіп алатын болсақ, қоғамның екі ғана дерті бар дейді.
бірінші дерт ол жаңа денсаулық болса, екінші дерт ол ақша. Иә, Екі жетіспеушілік. боль. Екі ғана адамның болі дейді да. Шынымен де қарап отырсаңыздар, біреуде керемет ақша көп болуы мүмкін, бай, бірақ денсаулығы болмай, өмірден түңіліп кетуі мүмкін. Біреудің денсаулығы керемет, бірақ қалтасында ақша болмауы мүмкін. Понимаете? Сонда қараңыздаршы, біздің компания бізге не беріп тұр? Шынымен де осы қоғамдағы қазіргі үлкен мәселенің шешімін компания ұсынып тұр. Соны біз әдемі, дұрыс жеткізсек, оны біз әдемі дұрыс қалай жеткіземіз? Когда сіздер 100% компанияның маркетингін, 100% компанияның продукциясын, компанияның в целом миссиясын түсініп қабылдаған кезде, сіздер өздеріңіз дайын болған кезде, ол ақпараттың барлығы түзу барады адамдарға. Понимаете? Және жолдасымыз айтып кетті ғой, адамдарда екі ақ бой бар өзі деп, иә. Соның жәнегі құлттың кілтін ашатын бізде ғой. Енді любой сетевойға келген адамға айтамыз да, кімге көмектескім келеді? Кімге көмектескім келеді? Кімнің денсаулығы жақсы болсын, кімнің ақшасы көп болсын десе, бәрінің көзі жасаурап, жүректері елжіреп, бәріне көмектескісі келіп кетеді. Уже бәрі естен түседі сол кезде. Көршісінде жақсы болса дейді, біз сондаймыз ғой, бауыры да солай болса, ағасы да сондай болса, жәнегі құдам да құдағың да сондай болса деп. Ал сетевойға екі адамда кімді шақырғың келді десе, онда қорқады. Ал одно и то же нәрсе ғой, көмектесу деген. Сондықтан ең бірінші жәнегі Жолдасбек мырза айтпақшы, бұл бизнесте біреуге көмектесу, біреуге пайдам тию деген сенімділік пайда болған кезде, сенімділік іште, сіздер любой адамға қорықпай көзіне тік қарап айтасыздар да. Өйткені мен саған көмектесіп жатырмын, мен саған жамандық тілеп жатқан жоқпын. Ол адам көнбесе де енді возражение деп қарсылықтарына жауап бере аласыз. Өздеріңіздің іштеріңізде сенімділік пайда болған кезде сіз любой адамның возражениесіне жауап кетесіз. Қорықпай, дірілдемей, көзіне қарап тұрып, ол адам сол кезде сізді мойындамаса да, үйіне барғаннан кейін ойланады да, мына кісі миға сіңімді, құлаққа қонымды нәрсе айтып тұр ғой. Маған арақ ішіп үйретемін деп тұрған жоқ. Және темекі шегіп үйретемін деп тұрған жоқ. Ол денсаулығыңды дұрыстап ақшаңды табасың. Дәлелдеп тұр ғой өзінің сөздерімен деген сияқты. Дәлелдеу үшін бізде білім болу керек. Сенімділік болу керек. Қазір адамдардың бәрі психолог. Сіз ол адамнан жасқанып айтып тұрсыз ба? Сенімсіз айтып тұрсыз ба? Дірілдеп айтып тұрсыз ба? Адамдарға сенімді түрде айтсаңыз, сіз ол адамдарға не істейсіз? Сенімділік беріп кетесіз. Бірақ көп адам мойындамауға тырысады, ол кейін мойындайды, қорқытады барып. Сондықтан адамдарды всегда біз асықтырмаймыз, қинамаймыз. Айтты ғой, қайта-қайта кіресің бе, келесің бе деп Давлатқа айтты ғой, бүйтіп ызыңдамаймыз, мүлде шықпаймыз деп. Бірақ сіз нық сенімді сөйлеген кезде, екінші рет сіз хабарласқан кезде ол кішкене мысы басылып тұрады. Келген адамды сразу бипке жазу мақсат па? Дұрыс білдемеге. Енді Жаңадан келген адам. өзі әр нәрсенің өзінің деңгейі бар сияқты, әр адаммен да келген адамның информацияны қабылдайтын деңгейі болады. Ана жол Давлатовтың сабағында да 20% адамдар ештеңе түсінген жоқ бізде, өйткені ол адамдар сол деңгейге жеткен жоқ. Сондықтан да біз қанша әдемілеп айтсақ та, бетті қабылдамай қорқатын адамдар болады. Сондықтан да оны міндетті деп айтпаймыз, бірақ біз айтып түсіндіруге біз міндеттіміз. Бірақ ол адамның кірмеуі міндетті емес. Болмағанда 115 мыңға, тіпті болмағанда 39 мыңға жазып алып қалыңыздар. Ол адам кетіп қалмау үшін, басқа біреуге кетіп қалмау үшін. Бірақ 39 мыңға кіргеннен кейін тоже ол адамдарды надайтын етпей. Бізде былай ғой, өнімді алып кет, өнімді тіркелді, содан кейін ол адам не алып жатқанда шаруамыз жоқ қой. Тоже жәнегі адам сіз не үшін қандай өнім аласыз? Сізде қандай проблема бар? Үйіңізде қандай адам бар? Қанша уақыт ішу керек деген нәрсені сіз қорытып ол адамға алып беруге көмектесу керек. Ал одан кейін ол үйіне алып кеткеннен кейін даже да сіздің жәнегі неңізбен берген ақпаратыңызбен алып кеткеннен кейін да бірінші тыңдаған адам эмоциямен тыңдайды. Үйіне барғаннан кейін ол адам ұмытып қалады жәнегі информацияны. Күміс суға суды араластырып ішеді, магнийді өз үйінде ішеді деген сияқты былықтырады. Или тіпті болмаса жәнегі эмоциямен тыңдағаннан кейін қойшы деп жәнегі продукцияны қоя салады. Әсіресе 39 мыңға алып кеткен адамдар жанына қатты батпайды. Бала шағасымен үй ашып жүріп, колясканың астында қалған бір ай, 2 ай тұрады, жарты ай өткеннен кейін мусорға тастайтын да бар. Ол тағы кімнің ошибкасы? Спонсордың ошибкасы. Не істейміз біз каждый тіркеліп кеткен адамға
қай өнімді алғанын қалай ішіп жатқанын сұрау міндеттіміз через ден. Ол адамның дұрыс ішуіне, ол адамның денсаулығынан дұрыс результат болуына біз егер ықпал жасасақ, әсер етсек, ол адам міндетті түрде жұмыс істемеймін деген адам результат шықса, жанында біреудің аяғы қақсап өтсе, жанында біреудің асқазан істемей өтсе айтады ғой, мен осындай ішіп жақсы болып едім деп. Сонда біз 39-ға болсын, 115-ге болсын, қай пакетке тіркелген адамды үйіне жай жібере салып, үндемей жатудың қажеті жоқ. Әй адам әкел, адам әкел. Кері байланыс болу керек міндетті. Үнемі кері байланыс, бірақ таңертең кешке ішіп жатсың ба деп қоңырау соғып қайта есеме шығарудың керегі жоқ. Через ден ол адамға амандасып тұру, қалын біліп тұру, өлімді қалай ішіп жатқанын, өзін қалай сезініп тұрғанын жәнегі сұрап отыру, ол біздің міндетіміз. Түсіндіңіздер ме? Сол кезде жұмыс болады. Жұмыс деген көп ол, ұсақ-түйек нәрсе істере беру керек қой. Бірақ біз андай крупный біреу биіктеге кіре сап, одан кейін 5-6 адам әкеле сап, біз ақша таба сап, статус жаба сап деген жоғарғы жақтағы нәрселерді ойлаймыз да. Ұсақ-түйек нәрсеге мән берген кезде бізде результат болады, міндетті түрде. Рахмет. Иә.